Алтайбыз біріне күнгі жақтып алып, болсын жолы әрбін көрі әррайын. Ақ ерді ағыда батырда, қосататын кесімісі басы, ғажеп пен өйікен, басамызға ісімізі сақты. Бүгінгі қосатышу кесімді бағына көріп, біліммен тәрбие бірген, тәрбиесіз сақсақырамыз. Біздің бүгінгі Құлпынай тобының жарқырай бер жұлдызым атты ертеңгілігіне қош келдіңіз. Сәлем жайнаған балғындарым, балабақшадан тәрбие алғандарым, енді міне ер жетіп бәрін бірге, мектепке бірге барғандарым. Балапан балғындарым, кілең-беске оқыңдар, жарқындарым, аттаныңдар, жұптарың жасылмасын, ешқандайда қиындықтар жолықпасын. Ал толқимыз толқып бәрімізде, бұндай күн әрбір ата-ананың басында болған. Қол соғып қошеметпен қарсы алайық, Құлпынайдың бүлдіршін. Және спортқа жаны жақын, мейірімді, Әлтайырды шақырамыз. Күшпен мейірімді қызымыз Айзере мен ойы ұшқыр ұлымыз Әли.
Сегодня провожают всех ребят любимый и родной наш детский сад. Сегодня праздник у всех у нас большой. Сегодня долгожданный выпускной. Мы сегодня прощаемся с любимым детским садом. Мы выросли, идем учиться в школу. Спасибо воспитателям, спасибо няням нашим, и доктору, и повару. Сегодня день особенный, и грустный, и веселый. Мы выросли, идем мы учиться в школу. Бұтақан бөбек деп ертелеткен ол қызын анамызды ерекше қуантатын күн бүгін өстім не бойымыз. Қуанышқа ортақпыз, құтты болсын тойымыз.
қалай? Жақсы. Керемет балалар. Мінекей бүгін біз ең керемет қоштасу балабақшаның қоштасу күніне келіп отырмыз. Балалар, сендер ең кішкентай кездеріңді еске алуларың керек ме? Және ойыншықпен ойнаған кездеріңді, және достарыңмен бірге болған кездерің. Ол кездер ешқашан ұмытылмайды, балалар? Ал енді құлағымызды түріп көрейікші, кәне, бір дыбыс естілетін секілді. Біздермен қуыршақ ойнайсыңдар ма? Біз қуыршақ ойнағымыз келеді. Жоқ, сіздер қателестіңіздер. Біздің балалар мектепке дайындалып жатыр, енді мектепке кетеді. Мектеп әрине жақсы, білім аласыңдар мектепте. Мен оларды қоймай тұрмын. Балалар, ендеше қуыршақтар сендерді қимай тұрса, мүмкін қыздарымыз қуыршақтар билеп береді. Келіңдер, қуыршақтарыңды ала қойыңдар. Ала. Немножко устали, прощай.
балалар сендерге білімді, ақылды болыңдар, жақсы оқыңдар, ақ жол сендерге балалар. Балалар, мен сендерге ақ жол тілеймін. Әрқашанда жүздеріне күлкі кетпей, мектепте тек қана 4 пен 5 деген баға алыңдар. Рахмет. Екінші кезең ол лирикалық кезең, балалардың ұрпақтарын тыңдаңыздар. Ай сезім. Балабақша қоямыз, мені шаш қоямыз. Өте болып өткенде сүтке алып қоямыз. Сізінен туған балам, ақудан алып балам. Адамдың бастауын өзінен алып баламы. Балабақша базауы көседегі азауы сатты басы уақытты осы еміс шақты. Бұтақаның бүбіктеп жеткелетті ол қыз. Анамызда етсе аттаттан күн бүгін. Біздене бойымыз қуанысқа құттақпыз. Құтты болсын тойымыз. Мектепке барамыз, жақсы оқып сабақты, кірер естік аламыз. Бала бақшам қошынды, әркез аман бол деймін. Әке менен анамды енді ертіп келмеймін. Өзіне көп дос таптым, бауыр бастап бас таптым. Тәрбиешілер мейірбан, келмей түрінді қошасын. Тәрбие берген ұямыз, тәртіпті бала боламыз. Қошасы бала бақырмен біз мектепке барамыз. Ал үшінші кезең ол ойын-сауық кезеңі. Ойын ойнап өскен баламыз өссін ақыл оймен санамыз. Ой, қарындаршы, мұнда қаншама адам жиналған? Сендер мұнда неге жиналып отырсың? Андай керемет. Балалар, сендер бізді таныдыңдар ма? Біз әйелі тиктокеріміз. Балалар, сендер бізбен ойнағыларың келе ме? Балалар, сендер ойнан бұрын біздің есімімізді жаттап алыңдар кәнеке, біз өзімізді таныстырып жіберейік. Мен Чиккимін. Мен Чачамын. Ал мен Бум-буммын. Ал мен Лола болам. Олай болса балалар, ойнаға дайынсыңдар ма? Ал ойынды бастайық. My name is Chicky, 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 Chicky. My name is Cha-Cha, Cha-Cha-Cha. Chicky, Chicky, Chicky. Cha-Cha-Cha. Chicky, Chicky, Chicky. Cha-Cha-Cha. My name is Boom Boom, Boom Boom Boom. My name is Chicky. My name is Cha-Cha. Chicky, Cha-Cha. Boom Boom. Chicky, Cha-Cha. Boom Boom. Chicky, Cha-Cha.
Ендеше біз ойын ойнап көрейік, балалармен. Біздің ойынымыз я, жоқ деп айтылады. Балалар мұқият болыңдар. Біз жауап қайтарамыз, я немесе жоқ деп. Балалар, сендер мектепке барасыңдар ма? Бестік аласыздар ма? Айтқан тілді аласыңдар ма? Ақылды боласыңдар ма? Нан жейміз деп жылаймыз ба? Ерте тұрасыз ба? Сабақта былай ұйықтап отырасыңдар ма? Ойыншықтармен ойнайсыңдар ма? Екі алғанда жылаймыз ба? Жарайсыңдар балалар. Мен де ойнағым келеді. Осы жолмен ата-аналармен ойнағым келеді. Керемет, балалар отырамыз орнымызға. Мен сіздерге сұрақ қоямын. Сіздер жоқ деп жауап бересіздер. Жақсы ма? Сабақ оқып есепке сіз жүйрексіз бе? Тамағын уақытылы бересіз бе? Төзімділікке әрқашан төзесіз бе? Сериал көріп жатасыз ба? Ұрып, нұқып үйретуге барасыз ба? Оқыту мұғалімнің жұмысы деген сөзді айтасыз ба? Сен оқыт, мен оқытып шаршадым деп ұрсуға дайынсыз ба? Балаңыз үшін балаларыңыз соғасыз ба? Балаңыз үшін асулардан асасыз ба? Рахмет сіздерге, жарайсыздар. Уақытыңызда келіп қалдыңдар. Рахмет сіздерге. Біздің балалардың көрінісін тамашалаңыздар. Портфель көрінісі. Bir күні әліппе келе жатып, жолда сөмкені көреді. Әрі қарап, бері қарап, былай дейді. Ертең бала мектепке барғанда мені осы үйге салса екен. Мен осы үйде тұрайыншы. Осы кезде дәптер келеді. Мен әліппенің тұрып жатқанын портфель. Мен дәптерім, мен бағаға сандарды, әліппенді жазылсын керекпін. Мен есіммен берісім кене дайсы. Жарайды. Сөйтіп, әліппе мен дәптер екеуі сөмкеде бірге тұрады. Бір кезде қалам келеді. Мен әліппенің тұрып жатқанын портфель. Мен дәптерім, қалам. Балара жазылды, сауырады. Месіндеме бірге тұрайсы. Жарайды. Сөмкеде әліппе, дәптер, қалам үшеуі бірге тұрады. Бір мезетте күнделік келеді. Бақанда бөлде кім тұрады? Мен әліппенің тұрып жатқанын портфель. Мен дәптерім, қалам бар. Мен күнделікпін. Мен барға бақанда қояқ кеппін. Мен де сендермен тұрайсы. Жарайды. Сөйтіп, сөмкеде әліппе, дәптер, қалам, күнделік төртеуі бірге тұрады. Бір кезде бала жүгіріп келеді. Қандай керемет сөмке. Ішінде не бар екен, ашып қарайыншы. Әліппе, дәптер, қалам, күнделік, бұлардың бәрі мен мектепке барғанда керек. Мен бұл құралдарды оқып тосамын. Енді түймін, өткенмен бірге мектепке барамын.
осы бүгінгі ертеңіміз 5 кезеңнен тұрады. Иә, балалар, бірінші кезеңді біз ностальгия, бұл еске алу шартқа бердік. Екінші ойын сауық болды. Енді үшінші фактпен 4-ші кезеңге келіп жеттік балалар. Ол бізде көрініс көрсету, иә? Енді драмалық кезеңде біздің балалар 8 қырлы, 1 сырлы деп айтуға болады. Өйткені олар ән де айтады, би де билейді, және ертегіде, рөлдерде де ойнай алады. Ал сондай бір керемет қазақтың мақтанышы атты көрінісі сіздерге ұсынбақшымыз. Ал балалар, брендті балалар ортаға шыға қойыңдар. Бастарына мас келеді, киіп дайындаламыз. Бастай бер, Әләзиз. Фу, қымыз асық бауырсақ тұрынды. Не болып қалды асық? Не болған несін ішінде ойнауға алаттым. Ойбай, сөйтім алсақ па? Қорқа-қордақымыз, мен де төлеймін. Сендер ойындарын қамбадау, одан дәлінде не жаңалық болып жатқанын білейік. Мұнда газет түрілген әкелмен оқиын. Әй барса қолымдар, газеті майырласын. Кенше мен оқым Қазақстан Республикасы тіл туралы заң қабылданды. Міне керемет, Кешке бәрі қазақша сөйлейді. қазақ. Тұмышқа тұңға келбері өзім оқиын. Байда туралы жазылды. Қазақстан үкімет стресс жай дайындап жатыр екен. Стресс деген не өзі? Стресстен құлағың керен болсын. Стресс дегеніміз өз атын әлемге танытуы. Мысалы, мені бренд болуға лайықпын. Өйткенмен ескірмейтін азықпын. Ата-бабаларымды мені ежде қолданып келеді. Мені бренд болуға лайықпын. Өйткенмен қымыз суға адамдарын қойынғанда енді қажетім бар. Жоқ, мен бренд болуға лайықпын. Өйткені мен қазақтың ең төрінде тұрған қара домбырамын ғой. Не бренд болуға лайықпын? Мен қазақтың ұлттық ойын асықпын ғой. Ал мені қайтесіңдер? Мен қазақтан татырғаннан түспеген ежеден келе жатқан бауырсақпын. Тоқтаңдар, дауысқан біреуден бар, күлелін ал кімнен? Таптым. Анау жаққа ескі тракторден сұраймыз. Мақұл, солай-ақ болсын. Ne şarvanın girdinler? Sizden böyle bırak gelin. Siz kayısınız brend boğa layıktımız. Жасын көндіп сипап алдыма келгендеріңе рахмет. Айтады. Ал енді мен осы зауыттан жаңа шығып, осы ауылға келгенде сонау тұрғанда айтар едім. Ассалаумағалейкум ата деп амандасып батасын алған. Содан бері бір ғасыр өтті. Сондай керек әлі де жай қалып тұр. Сендер соған бармай, көпті көрген қария солақ болады. Рахмет сізге тракторатқа. Уйбақта қалған ба? Сағынымыздай керек ата. Рахмет, қарақтарым. Қазақтың игі жақсылары жиналып қалыпсыңдар ғой. Алай жолыңдар бұлағын жеңдерге. Біз сізден төрелі сұрақ келдік. Біз қайсымыз бренд болуға лайықтымыз? Балаларым-ай, мені қай бір билік айтар дейсіңдер. Негізі көп жасағаннан емес көпті көргеннен сұра деген бар ғой. Сонау көктегі қалықтап жүрген қыран досымнан сұрайық. Ей, қыран, естимісің? Мен сендерді естіп те көріп тұрмын бәйтерек. Ол үшін астанаға барып, жаңа заманның бәйтерегінен сұрау керек. Бұл сұрақтың жауабы
жауабын берсе, сол ғана бере алады. Ендеше бүгін біз соңына жеткенші. Иә, Астанаға Міне керемет, жер мезгілді домалақ кен. Әр Астана ұшағында ұшып келеміз. Бүгінгі жақындап қалдық па? Иә, Астанаға жақындап келеміз. Анау тұрған Ақорда. Бүркіт, сен де бренд болуға лайықсың. Жоқ, мен Қазақстанның туында бейнеленгенмін. Маған сол құрмет те жетеді. Ал мынау біз іздеп келе жатқан бәйтерек. Қазір қонамыз. Алейкумассалам, өкшін қазақтың мықтылары жиналыпсыңдар ғой. Бұларың дұрыс болған екен. Біз сізден төленіп сұрап келдік. Біз қайсымыз бренд болуға лайықтымыз? Бұларың дұрыс болған екен. Бүгінде әлем таныған Қазақстанның елордасы Астанаға қош келдіңдер. Ал енді қазақ брендіне кім лайық дегенге келсек, менің айтарым, барлығың да лайықтысыңдар. Ата-бабаларымыздың өмірі, бүгінгі ұрпаққа жалғап отырған қасиеттеріне мен басым дейім, құрметпен қараймын. Сол үшін еліміздің мәртебесін көтеруге барлығымыз бірдей атсалысайық. Менің төрелігім осы болсын. Алақай. Бала тұра қойыңдар. Біз бауырсақ önünde ойнаған ерке қызымыз. Сырғалым. Ойнаған Кәусар, Басқұр önünde ойнаған Әләзиз. Қырғыздар önünde ойнаған Айзере. Сәлеметсіз бе білім ханшайымы? Балалар қараңдаршы, бізге кім келіп қалды? Білім ханшайымы, керемет. Біз білім ханшайымын көргенге қуаныштымыз, балалар? Мен әрдайым сендерге көмектесемін. Балалар маған айтыңдаршы, сендер менімен бірге жұмбақ шешуге дайынсыңдар ма? Ендеше менің жұмбақтарымды мұқият тыңдаймыз. Қабат-қабат қаптама, ақылың болса аттама. Бұл не? Біз айтасыңдар. Білімнің мол сиясы, балғындардың ұясы. Бұл не? Жарайсыңдар балалар, сендер өте ақылды екенсіңдер. Ал енді мен сендердің мектепке дайындықтарыңды тексергім келіп тұр. Математика ол бізге өте қажетті ғылым. Ол үшін біз барлық цифрларды білу керекпіз. Және де олармен дос болу керекпіз. Балалар, ойын ойнап береміз ба ханшайымға? Жарайсыңдар. Ендеше, қазір міне дайындалайық. Мен ортаға әкелемін. Оң жақтағы ұлдарымызды бірінші шақырайық. Жанислам, Төлеген, Алдияр, Әли, келі ғой, Әлқайыр келі ғой? Жарайды, келіңіз. Балалар, мұнда келді менің қасыма. Одан қалмаймыз, келі ойда менің қасыма. Ал балалар, енді қыздар бізге санап береді. Мен бірінші шартын түсіндірейін, бізде қараңдаршы балалар, бір жақта көкөністер тұр. Ол көкөністердің өзін неге сандар бетінде неше көкөніс бар, сендер оны санаулары керек та. Мына жерде сандар жатыр неге балалар. Сол сандармен сәйкестендіруіміз керек. Ал қателесуге болмайды балалар. Қыздар санап беріңізші кәнекей. 1, 2, 3. Ал көрейік кәнекей. Чең-чәң, уа-уа-бәң-бәң, у-и-у-а-а, чең-чәң, уа-уа-бәң-бәң, у-и-у-а-а, чең-чәң, уа-уа-бәң-бәң, у-и
түсі қандай? Оранжевый. Ал неше деген сан? Неше сәбіз бар? 3 сәбіз бар, иә? Ал 3-тің түсі қандай? Сары. Сары. Дұрыс. Енді Әлиден сұрайық. Әли, сен қандай? Не алдың? Банан. Банан. Неше банан бар бұл жерде? 4. 4. Дұрыс айтасыз. 4-тің түсі қандай? Көк. Ал, Төлеген. Не алдың сен? Мен алма. Неше алма? Берем. Бір алма. Түсі қандай? Түсі қандай? Қызыл. Қызыл. Дұрыс айтасыз. Енді Алдиярға кезек келді. Алдияр, неше алмұрт алды? 5. 5. Түсі қандай алмұртының? Түсі қандай? Өзіңе қарата қой. Қандай түсі? Жасыл. Жасыл. 5 алмұрт алды түсі жасыл екен. Ал жарайсыңдар, балалар маған бере қойыңдар. Енді екінші жақтағы балалар. Әділет, поменяй. Алмұрт алды. Неше? Неше? 5 алмұрт алды. Түсі қандай алмұрттың? Жасыл. Назар, сен неше алдың? Бұл алма. Алманың түсі қандай? Қызыл. Қызыл. Әділет, сен не алдың? Банан. Неше банан? 4. 4 банан алды. Дұрыс екен. Әләсеңіз айта ғой өзір. Не алдың? Сәбіз. Сәбіз. Түсі қандай? Оранжевый. Неше деген сан? 3. Рахмет, балалар, сендер өте ақылдысыздар. Қашан көрдіңіздер? Барлық сандарды таниды. Ал енді қыздарға да кезек берейік, е? Қыздарымызға, келіңдер қыздар ортаға. Ал қыздарымыз дайын болса көреміз. Біз математиканы ойнатып, ұлдармен енді сабақташылық ойнап көрейік, иә балалар? Қайын ол үшін екі жақтан келді, былай. Кішкене араларда ғой. Ал сіздер болсаңдар, сол әріптерді алып, мен ойына шартыңызға түсіндіріп берем, иә балалар? Мына жерлерде қараңдар балалар, бір осы сендер әріптерді қойғанда белгілі бір сөз шығу керек, иә? Әріптерді қойғанда қане қойып көрейікші, қандай сөз шығады екен? Екі дауысты дұрыс. Ал есепті көріп көрейікші. Ал неше дауысты дұрыс? Дауысты дұрыстың түсі қандай болады өзі? Ал дауыссыз дыбыстардың түсі қандай болады? Дауысты дыбыстар тамақтың қай жағынан шығады балалар? Сыртынан. Ал дауыссыз дыбыстар ішінен шығады. Ал ең соңғы сөзді бөлейікші. Парта дегенді. Тағы да екі буын бар екен, иә ішінде, иә балалар? Рахмет, жарайсыңдар. Сіздің балаларға риза болып тұрсыз ба? Ja, балалар өте ақылды екенсіңдер, сендер барлығын біледі екенсіңдер. Балалар, көрдіңдер ме, сендерге риза болып жатыр. Енді әрі қарата жалғастырамыз ба? Иә. Олай болса, біздің ұлдарымыздың білім қаншайымына дайындаған биі бар екен. Қане биін тамашалап көрейікші.
Дәләждә билгеле ташиш. Ал енді біздің балалардың да айтары бар екен, иә білім Қаншайымға? Міне біз ақырғы кезеңге де жеттік. Ол біздің де Қаншайымға айтарымыз бар, иә балалар? Барлығымыз орнымыздан тұрайық, қанекей. Әліппенің беті. Әліппенің беті жабық, ол қыз біледі, кеші ол зұлма. Сізге барлығы ұнап жатыр ма өзі? Маған ұнады. Балалар бүгін мінесіңдер, балабақшаның оқушысы мектепке барайын деп жатсыңдар. Сендерге әрдайым ақ жол тілеймін. Өте білімді азаматшалар болып жүре беріңдер. Мен өзіммен бірге сендерге Мадияны сыйлыққа беріңдер. Жарайды. Рахмет сізге білім Қаншайым. Сіз бірақ біздің қонағымыз болыңыз, төрімізге шығып, жарай ма? Біз ары қарата жалғастыра берейік, иә балалар? Міне біз ақырғы кезеңге де жеттік ал. Ол қоштасу кезеңі. Біздің балапандардың өнерлі, білімді, ақылды және тәртіпті болып өсуіне өз үлесін қосқан балабақшаның барлық қызметкерлеріне алғысымыз шексіз. Ендеше балдай тәтті балаларымыздың осы балабақша қызметкерлеріне арналған алғыс айту жыр шумақтарын қабыл алыңыздар. Сегодня все саду у нас окличет краса хорошо видно, потому что сама лица чудеса творит она. И завидующий нас за стороны ее Ольга Анатольевна, мы вам спасибо скажем.
за душевное свое. Райдары зулай қабақ, жүреді бізді айна бабам. Тобымызға жиі келіп, білгеніңді сұрайтын, білмегенін үйретер. Бала бақша әдіскері, пайда батырған қызы, алтын мәкен қызы. Кетеміз сіздерін ал, сіздерге мың алғыс. Өзен істі қаймай, қастап ұстаған, сіздерге кеп тұрам, қойында қалсанам, дада тұмақтауы, сіздерге балам, оқу білімі жеткен, тәрбиеше пайдалы. Білмеймізді тазалап, ақпақ күлсек әкел, сізге сап береді. Әке астақ кет береді, тәрбиеші күмесізді, ұлдама кәмбіл қызына. Енді бәді немелер тақпақ тәжірибелерді, әскізізді кешеді, нөзір бәрміған қызды. Тезеді. Қайынға су. Әсілі. Үсті қолын. Демейді қолын. Үлкен сібет бала. Әкел көрсеттерге алғысыңыз көп болсын. Жасты ұлыны жасатып, шынықтыранын істеді. Сене сұлу болып өстіп біз. Тәрбие берген үйіміз, тәртіпті бала боламыз, қоштасып психологпен біріншіге барамыз. Татты тамақ пішірген, сүт, әрен шөтін, ішкі жытын, аспақы сондар, Кто следит, чтобы девушкам садить, чтобы были девочками, чтобы стулья не ломать, чтобы дверь закрывать, чтобы слезы не злость, это делать за вход. Скажешь спасибо, вагиму-чугиму-ти. Спасибо, что устилаешь. Бьёй нас за полотенце. Что чистоте нас созидает. Мы благодарим всем сердцем. Адам енді. Енді бізге осы тағы да қаншайымның бір ауыз сөз бар екен айтатын. Балалар, мен сендерге өзімен бірге сыйлық алып келдім. Яғни мантияны сыйлық қылып бергім келіп тұр. Рахмет сізге. Бұл балалар бізге мектепте сендер бар деген сөз. Мінеке, міне қайтып. Қалыстар.
әрдайым жолдарың ашық болсын деп осы біздің Ханшайымның тілегіне рахмет. Енді бір керемет ән орындап берейік, иә балалар? Білім Ханшайыммен қош жасайық. Балалар соңына келіп жеткен секілді біз енді осы бүгінгі мерекеміздің ата-аналарға ұнап отыр ма? Қане енді ата-аналарымызға сөз беріп көрейік, иә балалар? Бізге қандай тілек айтады екен? Біз білеміз. Скажите. Сөйлейміз бе? Ерекше болып тұр екен. Алдында бір мереке шараларға қарағанда бір басқаша бір талайына қатысып жүрміз. Соңына бір барын салған сияқты мұғалімдерді барлығы бүгін бір креатив көп болды. Жаңағыдай балдардың шығармашылығын ашатын бір сондай жағдайлар көп болды. Негізі осы бақшаның, мектептің бастауыш сыныптың мақсаты сол. Балаға білім емес, баланың шығармашылығын дамыту, шығармашылығын ашу мақсат сода. Білімді ол жоғары сыныптарда ала береді. Жаңағыдай жан-жақтан, жан қырынан, жан-жақтан бала ашылу керек. Сол бүгін қатты өте ұнады. Соған рахмет барлықтарыңызға. Екінші, мынау барлық ата-аналар да сондай күйде шығар бүгін. Өзімізді бір баяғы бақшамызды есімізге түсіп кетті. Сол атмосфераға сіздер алып келдіңіздер. Еске түсіп барлығы. Баршаңызға мектеп бақша ұжымына рахмет, апайларына барлығына. Мұғалімдеріне, апайларына барлығына. Енді біз әрі қарата жалғастырайық. Болсын барлық ата-аналарға. Біз балабақшамыздың жүргізушісі Ольга Қозыға шақырғымыз келіп тұр ортаға. Наши выпускники как шапочки надели, да, сразу такие серьезные стали.
Выпускной день всегда для нас очень волнительный. Кажется, совсем недавно мы принимали ваших деток плачущими малышками, и вот сегодня уже такими взрослыми выпускаем первый класс. Первая ступенька в жизни пройдена. Пройдена с улыбкой, играя, с легкостью. Так пусть же все последующие ступени в жизни, они проходят так же, улыбаясь и не ощущая никаких трудностей. Вам же, дорогие родители, хочу пожелать крепкого-крепкого здоровья и терпения, побольше терпения, как минимум еще на 11 лет. Спасибо. Так, разрешите вручить дипломы выпускника. Подождите, я зачитаю первый диплом. Балабақша өмірінен қоштасатын кез келді. Сәт сапар тілейміз біз, балабақша түлігі. Басталмақшы жаңа сәтті қадамын, мектеп деген сенің білім аралың. Биік болсын, жетер биік шыңдарың. Итак, диплом 2023 года вручается Кошнебек Авдор. Жанайұлы Жанислам.
С выпуском 2023. Балабақша меңгерушісі, әдіскерлер, біздің бүгінгі апайларымыз, одан кейінгі ата-аналар, барлықтарыңызға да бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Балаларымыздың жолдары әрқашанда ақ болсын. Енді мектепке баратындардың мектеп деген білім кемесі дейді ғой. Енді сол білім кемеде жақсы оқып, сабақтарын сондай әкелерін жерге қаратпайтын, аналарын жылатпайтын, саналы салиқалы ұрпақтан болсын балапандарыңыз өсіп отырған. Бүгінгі мынау ерекше сондай керемет болған ертеңгілігімізде мына апайларымызға көптен көп рахмет айтамыз. Үш апайымызға да осы балаларымыздың 3 жастан жаңағы жылап, осы балабақшаға келгеннен барлық жаңағы тамақтандырып, 25 баланы тәрбиелеп, оларға ие болу өте қиыны, оны барлығымыз білеміз. Сол адал еңбектеріңізге көптен көп рахмет сіздерге, басымызды иеміз, бүкіл ата-аналар атынан сіздерге. Дендеріңізге саулық тілеймін. Осы сондай қиын, өте қиын сіздердікі, мектептен де қиын жұмыстарыңызға әріне шығармашылық табыс тілеймін. Сіздерге шыдамдылық тілеймін. Сол отбасыларыңызға тек қана бақыттың базарында болыңыздар. Енді міне біздің мынау осы Құлпынай тобы ата-аналарынан өзі бітіріп жатқан 17 бүлдіршіндеріміздің атынан бір дайындаған жаңағы енді қазір заманның талабына сай барлық нәрсеге өзі бір не болып қойылды ғой, шектеу қойылып қалды. Өзі қорқатын болдық, апайлар қорққаннан кейін біз мүлдем қорқатын болдық. Енді азғандай болса да сыйлықтарымыз бар. Жаңағы естелік ретінде қалатын, негізі әр параққа жазылған нәрсенің барлығы ол таңба ғой, ол есте қалады, жүректе қалады деген сияқты. Сол қабыл алыңыздар, сол осында жұмыс істейтін балаларымызға әнін үйретіп, спортпен шұғылдандырып, осы 25 балаға 3 ата-ана ие болса, бүкіл балабақшаға ие болып отқан Ольга Анатольевна, Фарида Батырханова, Алтынай Мәкенова, сіздерге мың алғыс сіздерге. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер, шаршамаңыздар, зейнетке шығыңыздар осы балабақшадан. Сол дендеріңіз сау болсын ең бастысы. Құрметті балабақша меңгерушісі Ольга Анатольевна, ұстаздардың ұстазы, тәрбиенің ұстасы, бала жаны бағбаны меңгеруші апайға риза ата-ана да көпке әйгілі атағы, ұмытпаймыз апайды, айтамыз сізге мың алғыс деп, Құлпынай тобының ата-аналарынан сізге аз-аздай сыйлығымызға балабақшаның әдіскері Фарида Батырханқызы бақшамыздың сабағын саралап екшеп береді, қиындық пен қызығына бір кісідей көнеді. Айтамыз сізге мың алғыс. Құрметті Фарида Батырханқызы. Балабақшамыздың әдіскері Алтынай Мәкеновна бақшамыздың сабағын саралап екшеп береді, қиындық пен қызығына бір кісідей көнеді. Айтамыз сізге бізде мың алғыс деп Алтынай Мәкеновна балаларымызға білім бергеніңіз үшін шын жүректен алғыс айтамыз. Сіз оларға нағыз екінші ана болдыңыз. Сіздің кәсіби шеберлігіңіз бен әр балаға жеке көзқарас таба білуіңіз құрметке лайық. Талаптылық пен мейірімділік, табандылық пен жұмсақтық. Кішкентай бүлдіршіндер құрдастарымен сөйлесуді, кешірім сұрауды үйренді. Деніңіз сау, ғұмырлы, табысты болыңыз. Еңбегіңіз, біліміңіз балаларға керек. Құрметпен Құлпынай тобының ата-аналарына. Балаларымызға білім бергеніңіз үшін шын жүректен алғыс айтамыз.
Сіз оларға нағыз екінші ана болдыңыз. Сіздің кәсіби шеберлігіңізбен әр балаға жеке көзқарас таба білуіңіз құрметке өте лайық. Талаптылық пен мейірімділік, табандылық пен жұмсақтық. Кішкентай бүлдіршіндер құрдастарымен сөйлесуді, кешірім сұрауды үйренді. Деніңіз сау, ғұмырлы, табысты болыңыз. Еңбегіңіз, біліміңіз әлі де балаларға керек. Балабақшаның тәрбиеші көмекшісі Ұлдана Кәмбілқызы ақ төсекке жатқызған, ішсіндеп тамақ тасыған, жайнатып топтың бөлмесін, тазалығын асырған, айтамыз сізге мың алғыс. Құрметпен Құлпынай тобының ата-аналарынан. Құрметті балабақшаның музыка жетекшісі Нұргүл Баймұханқызы тамылжытып, ән салдырып, үйреткен, мың бұралтып, белімізді билеткен сазгер апай, сізге де алғыс айтамыз. Мың қайтара сәби бала жүрекпен айтамыз сізге мың алғыс. Bir minut қазір. Сіздерге көп-көп рахмет. Әр мұғалімге арнайы әндетіп, немен шығарған. Өте ризамын. Шығармашылық. Құрметті балабақшаның шаруашылық меңгерушісі Владимир Гельмутович, орындық шкаф төсек те, шанышқы мен кесе де, бәрі де өзі келе ме, соның бәрін табатын, шаршамайтын, күлетін, зыр жүгіріп жүретін, айтамыз сізге мың алғыс. Көп рахмет. Құрметті Хасенова Айдана Рамиденовна, тәрбиеші апайым гүлдей болып құлпырған, қарап бізге мейіріммен еркелетіп үн қозған, айтамыз сізге мың алғыс. Құрметті балабақшаның медбикесі Баян Сейітовна, денсаулыққа болаттай ауруларды жолатпай күнде болған әбігер, қамқоршымыз дәрігер, айтамыз сізге мың алғыс. Балабақшаның медбикесі Гүлжан Доскалинаға, денсаулыққа болаттай ауруларды жолатпай күнде болған әбігер, қамқоршымыз дәрігер, айтамыз сізге де мың алғыс. Құрметті аспазшылар, жақсы тамақ пісіріп балаларға береді, ботқа көже тоқашты дәмді етіп пісірген аспазшыларымызға мың алғыс. Құрметті Елмира Молдабаевна, біздің Гүлбақшада бар онда асхана, бар онда аспазшы, ақкөңіл жақсана, әлдемай қаймақ па, борщ па, сорпа ма, дайындап асыңды тұратын әруақта, айтамыз сізге мың алғыс. Құрметті балабақшаның дене шынықтыру нұсқаушысы Гүлнара Алданиязовна, бастап бізге ертемен жаттығуға шығады, иілтіп оңға солға бір, денемізді шыңдады, айтамыз сізге мың алғыс. Балабақшаның психолог мұғалімі Гүлнар Хайыровна әрқашан көмектесіп жүреді, ойыменен бөлісіп қол ұшын беріп жүреді, ондай тұлға ешкімнен табылмайтын қасиет, айтамыз сізге мың алғыс. Құрметті мінекей бүгінгі балабақшаның қызметкерлері барлықтарыңызға көргенге мың алғыс сіздерге. Азда болса көптей көріңіздер. Біз ешқандай да жаңағы неміз жоқ. Сіздердің әйтеуір еңбектеріңіз ол қандай немен болса да сіздерге сөзбен де ешқандай іспен де сіздерді біз алғысымызды жеткізе алу мүмкін емес, негізі қиын да сондай жұмыстарыңызға. Шарықтай беріңіздер, самғай беріңіздер, қалмай жүріңіздер. Көптен көп рахмет.
Енді біздің ата-аналарымыздың мынау балаларына арналған, балалары аналарын көре бермейді ғой. Дайындаған флешмоб билері бар, соны қабыл алыңыздар. Балабақшада, садикте, астанада қара күн болып жұмыс істеген. Бүкіл жаңа балаларға нені тәрбиелеуге кетті. Біздің каждый тренингімізге келіп тұрады. Осылай отыра берген садикте аяқ салды. Ертеңгілеріңіз аяқ салды. Балаларымыздың жолы ақ болсын. Әуір жастары, ұмыр жастары ұзақ болсын. Тек балаларыңыз 5 деген бағалы күнде қуанта берсін сіздерді. Бар әлемдегі жақсылықты тілеймін. Общий фото.